Шымкенттік көлік жөндеуші 5 жылда 1000 жарым бөтелге энергетикалық сусын ішіп қойған. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ақпаратты Экспресс-ка тілшілері жазды. Мұна видеода барлығы көрініп ақ тұр. Автосервис қызметкері өзі ішкен энергетик бөтелкелерін қабырға маңына тізіп жинап қойған. Видеоны Newscore сервистік қызметіне қолданушылардың бірі жолдады. Ал, санайық, 1000 жарым бөтелке 5 жыл. Сонда жылына 300 бөтелке. Айына 25-тен бір айда 20 жұмыс күні деп орташа алсақ, күніне бірде 25 бөтелкеден ішіп отыратын. Сұмдық, денсаулықтан не қалды сонда? Видео авторының айтуынша, ол ең кемі күніне бір бөтелке ішіп отырған. Оған қоса жұмысына риза болған тұтынушылары да оған негізгі ақысынан бөлек энергетикалық сусындарды алғыс ретінде әкеліп берсе керек. Әріптестері арасында сусынға деген ерекше махаббатының арқасында автосервис қызметкері бейресми түрде